Қарлығаштың құйрығы неге айыр ертексі? Күндердің бір күні жылан жер бетіндегі жанды мен жансыздарға мынандай арыз айтады. Мені Тәңірім сендердің бәріңнен кем жаратты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп, не қоярымды да білмеймін. Сендердің бәрің бір бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздың ішіндегі ең сорлысы мен екенмін дейді. Маған ешқайсыңның жандарың ашымайды. Сен қасіретті көп тарттың, ондайлар әділ келеді. Сен барлығымызға патша болуға лайықтысың деп, сөзбен де жуатып кеткенді білмейсіңдер деп, жылан екі көзінен қанды жасын сорғалатып, ағыл-тегіл жылайды. Жанды мен жансыздың барлығы жыланға аяныш білдіріп, өкпесін орынды көріп, ақ жүректі ақылшымыз болар деп, өздеріне патша етіп сайлайды жыланды. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде жылан бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы тұрар едім. Көзіме көрінген тамақты ішпей, дүниедегі жандылардың ең тәтті қанын ішер едім деп қиялдайды. Қан дәмін айыра алатындарды шақырады. Қос қанатын делділдетіп, аяқтарын шелтілдетіп, қуарып шіркей тұмсығын ерпілдетіп, маса патшаның көңілін табан деушілердің бәрі келеді. Патша осылардың ішінен шіркей мен масаға жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жанды мен жансыздың қанын сорып, қайтасыңдар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан тастың, жұмсақтан топырақтың да дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті зат, бұдан былай менің ғана тамағым болатындай етіңдер деп, уақыт кесіп, бүкіл әлемді шарлатып ұшырып жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның кесіп берген мезгілі жетеді. Шіркей әлсіздігінен жел тұрса ұшып кетіп, дымықта, ызылдап, ән салып жүріп, кешігіп қалады. Ал маса өсімдікпен жандылардың ең тәттісін біліп алып, патшасына қарай әуелей ұшып, әндетіп келе жатады. Әндетіп келе жатқанда алдынан қарлығаш кез болады. Иә, маса досым, патшамызға ең тәтті тамақ іздеп кетті деп естіп едім, таптың ба? Маса қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап қатпай зулай ұшып жөнеледі. Түсіндім. Жолың болып іздегеніңді тапқан екенсің. Сенің ептілігіңді білгенмін. Осы қасиетіңді барлық қанаттыларға айта жүрермін деп, қарлығаш масадан сыр тарта мадақтай сөйледі. Бұл мақтауға масаның есі шыға мастанып, патшамыздың тамағына кімді тапқанымды білесің бе? Маса досым, мен не білейін, сенен денем үлкен болғанымен, ақылым аз емес пе? Сіз патшаның ақылшысысыз. Қане, айтыңызшы, ардақты патшамыздың тамағына кімді таптың? Маса дүниеде патшамызға лайықты ең тәтті тамақ ол адамның қаны екен дейді. Адам сияқты ақылды да айлалы жан, домаланған жарым жанға жем болып қалама деп қарлығаш бір амал ойлайды. Менің ақылымның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегенге сенер-сенбесімді білмей тұрмын. Дүниеде тәтті қанды тауып, дәмін татқанның тіліне алтын мөр түсіп қалады деп үнемі шешем айтушы еді. Қане, тіліңді шығарып, мөріңді көрсетші дейді. Алтын мөрге көз салғанның өзі біз үшін медет қой дейді қарлығаш. Бұл мақтауларға еліккен маса көрсең көре ғой деп тілін шығарады. Тілін шығарғанда шап беріп тілін жұлып алады қарлығаш. Маса ыз-ыз етіп сөйлей алмай, патшасы жыланға қарай ұша жөнеледі.
Қош тілің жұлынды, адамның қанының тәттілігін қалай түсіндірер екенсің деген оймен қарлығаш артынан ұша барады. Маса бірдемелерді айтып кеп өзі ыз етіп зар қағады. Ешнәрсе айтып түсіндіре алмай жыланға Масаның тілін түсінгендердің бар ма деп жылан тұрғандардан сұрайды. Өте түсінікті патшам дейді қарлығаш сонда. Қане түсінсең айтшы, не деп тұрмын ау дейді. Ызыңдап ұшып жүріп, бүкіл әлемді араладым. Неше түрлі өзі өсіріп шығарған топырақтардан басқа еш нәрсе таппадым дейді. Патшам, тілім сөйлеуге жарамаса да, құлағы салмаса, оны естігенде жаны шығып кете жаздайды. Ол ызыңдап кеп 2-3 рет қарлығашты тиіседі. Жыланның алдына барып жылап жібереді. Бұның тіліне бір пәле қылған сен екенсің ғой деп жылан қарлығашқа атыла кетеді. Қарлығаш ұша жөнеледі. Жылан ұша жөнелген қарлығаштың құйрығын ғана тістеп қалады. Жылан содан былай топырақ жалап, алмаса ызыңдап қалады. Адамдар жыланды көрсе өлтіретін болады. Қарлығаш жыланнан қорқып, адамдармен дос болып, үйлердің төбесіне ұя салатын болады. Содан бері қарлығаштың құйрығы 2 айыр болып қала береді.